Сәлем достар, сіздерге бүгін 2 түрлі начинкамен рулет дайындап көрсетемін. Ең алдымен қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін 1 кг ұнымызға 400 г майымызды ұнға ауната отырып, теркадан өткізіп, песочный масса дайындаймыз. Ұнымыздың үстіне жұмыртқамызды, шекер, тұз, дрожж және жылы сүтімізді қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Бізде песочно-дрожжевой қамыр болады. Қамырымызды пакетке салып, 1-2 сағат холодильникке қоямыз. Начинка дайындаймыз. Бірінші начинкамызға бринза, кинза, шпинат саламыз және аз ғана тұз салып араластырамыз. Екінші начинкада 400 г куриный грудканы мясорубкадан өткізіп саламыз. Үстіне 100 г пияз саламыз. Кинзамызды салып және 80 г сливкиді салып, дәміне қарай тұз бұрышымызды саламыз. Қамырымызды 300 грамнан өлшеп 6 бөлікке бөлеміз. Бринзалы начинканы да, куриный начинканы да 3-ке бөліп, 3 рулеттен шығады. Қамырымызды барынша жұқалау қылып жаямыз. Начинкамызды қамырымыздың бір шетіне салып шығамыз және де видеодағындай орап рулет жасаймыз. Дайын болған рулеттеріміздің бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Және де бетіне қалауымыз бойынша семечкаларды, кунжутты сүйіп шықсақ болады. Алдын ала қызған 180 градус пеште 30 минут пісіріп аламыз. Рулеттеріміз өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.